24 тамыз күні Абай облысы мәслихатының кезектен тыс сессиясы өтті. Онда редакциялық комиссияны сайлау мәселесі талқыланды. Сессия отырысында редакциялық комиссияға 3 мүше бекітілді. Олар Альбина Ахметова, Азат Сарпеков және Серік Байғалиев. Мәслихат депутаттарының дауыс беру арқылы Қанат Оспанов, Шолпан Бағланқызы және Азат Сарпеков бір ауыздан есеп комиссиясы мүшелері болып бекітілді. Мемлекеттік марапаттарға ұсынылатын тұлғалардың құжаттарын қарастыру жөніндегі облыстық комиссия құру мәселесі бұған дейін де талқыланған. Бұл комиссияға жергілікті бірлестіктердің атынан комбинаттар мүшелік етеді. Ақсуат ауданының шекарасын белгілеу, Көкпекті ауданының шекарасын өзгерту мәселелері бойынша жоба әзірленді. Бұл ретте аталған жобаны қолдауларыңызды сұраймын. Абай облысы бойынша тексеру комиссиясы мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту мәселесі туындап тұр. Осы орайда аталған ережемен танысуларыңызға болады. Сіздердің тараптарыңыздан қолдау күтемін, деді Абай облысы аппаратының басшысы Жасұлан Сәрсебаев. Сессия барысында Абай облысы тексеру комиссиясы мүшесінің уақытша міндетін атқарушысы болып, бір ауыздан Өміртаев Асыл Аманғалиұлы тағайындалды. Абай облысының мәслихат хатшысы Қуаныш Сүлейменов алдағы уақытта сессия отырыстары тек бір тілде өткізілетінін хабарлады. Басында бір ұсыныс болды, екі тілде өткізілді деген ұсыныс. Соны бәрін талқыладық, ешқандай бір кедергі жоқ. Барлық сессияны бір тілде қазақша өткіземіз. Отбасы банк акционерлік қоғамының ұйымдастыруымен Абай отбасы фест жәрмеңкесі өтті. Іс-шараға көптеген құрылыс компаниясы шақырылып, олар қала тұрғындарына өз жобаларын таныстырды. Бүгінгі іс-шараны құрылыс салушылармен бірлесіп Отбасы банк акционерлік қоғамы ұйымдастырды. Жиынның мақсаты тұрғындарға қалада қандай ғимараттардың қай жерде салынып жатқанын көрсету, пәтерлердің құны қандай және оларды қалай сатып алуға болады деген сауалдарға жауап беру. Біз мұнда өз нысандарын макеттер арқылы жобаларын таныстыратын 18 құрылыс компанияны шақырдық. Сондай-ақ негізгі тақырыптан бөлек ойын-сауық шараларын ұйымдастыруды да жөн көрдік, дейді Отбасы банк Семей қаласындағы филиалының директоры Равиль Сабитов. Чтобы наши граждане смогли приобрести доступное жилье, которое для них было бы доступным на самом деле. Поэтому мы, в свою очередь, как Отбасы банк, пытаемся проявить активность в части того, чтобы наши граждане смогли получить доступное жилье по доступным условиям. Іс-шара барысында Отбасы банк акционерлік қоғамының қаржы кеңесшісі пәтер алу үшін тұрғындарға арналған жеңілдіктер жайлы ақпарат берді. Жағдайында ең жеңілдіктер біздің Отбасы банкте болып жатыр. Отбасы банк арқылы бүгін барлық салымшыларымыз келіп, әрбір құрылыс компаниясына жақындап, Семей қаласында салынып жатқан барлық құрылыс компанияларын танысып, көріп, бағаларын біріп, және параллельно қатарынан біздің банктың қызметкерлермен өзінің оңай өзіне алатын выгодный жолдар бойынша үйді қарастырып жатыр. Біздің банк арқылы әртүрлі бағдарлама бойынша алуға болады. Әскери баспана, бақытты отбасы, көпбалалы отбасы, толымсыз мемлекеттік қызметкерлер және қарапайым халықтарда да арнайы бағдарламалар арқылы осы құрылыс компанияларына не болмаса қаланың ішінен үйлерді алуға болады. Көкпекті ауданының әкімі Ділдәбек Оразбаев аудандық әкімшіліктің мәжіліс залында әкімдіктің кезекті отырысын өткізді. Аталған жиынға ауылдық округ әкімдері, дербес бөлім басшылары, мемлекеттік мекемелер басшылары, аудандық аманат партиясы және бақ өкілдері қатысты. Отырыс барысында аймақтың дамуына байланысты маңызды мәселелер талқыланды. Жылу беру маусымына дайындық қазірден басталып жатыр. Осы орайда аудандағы білім, мәдениет және денсаулық сақтау нысандарының толықтай көмірмен қамтылуы жайлы сөз қозғалды. Сонымен қатар жаңа оқу жылының басталуына да аз уақыт қалғандықтан аудандағы барлық білім ошағының жаңа оқу жылына дайындығы талқыланды. Бүгінде тазалық әрдайым, әсіресе шағын елді мекендерде өзекті мәселелердің біріне айналды. Сондықтан отырыста ауылдық округтерді абаттандыру, күл-қоқыстан тазарту жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері де назардан тыс қалмады. Жиын соңында Ділдәбек Оразбаев аталған мәселелер бойынша тиісті мекеме басшыларының баяндамасын тыңдап, оларға нақты тапсырмалар жүктеді. Жарма ауданында Жасыл ел еңбек жасағы маусымының жабылу рәсімі өтті. Шараға жазғы еңбек науқанына қатысқан белсенді жастар қоғамдық ұйымдар өкілдері шақырылды. Биыл ауданда Жасыл ел жазғы еңбек жасағының 6-шы маусымы мәресіне жетті. Өткен жылдар ішінде бұл ұйым белсенді жастарды біріктіріп қана қоймай, оларды еңбекке баулады. Табиғат пен қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға үндеді. Шара барысында қоршаған ортаны жасыл желекке айналдырып, өңір экологиясына үлес қосқан еңбек жасақтарының жұмысы қорытындыланып, үздіктер марапатталды. Үздік округ номинациясы бойынша Шалабай ауылдық округі марапатталып, үздік жұмыс беруші номинациясын Қалбатау ауылдық округі иеленді. Бұлардан бөлек үздік сарбаз, үздік капитан, үздік медиа маман номинациялары беріліп, қызметкерлер алғыс хаттар және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қатар жастарға арналған шағын концерт қойылып, би кеші ұйымдастырылды. Шара соңында волейболдан жарыс өтті.